Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, бүгінгі бұл менің екінші видеом. Қазір сіздерге өте керемет супер техникамен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге мынандай түйреуіш керек. Бұл техниканы кімдерге жасауға болады? Бұл техниканы сауда жасайтын адамдарға жасауға болады. Немесе үйде отырған адамдарға да жасауға болады. Үйде отырып сіз кір машина, немесе киім, телефон, компьютер сатқыңыз келсе, бұны жасауға болады. Яғни бір сөзбен айтқанда, үйіңізде сата алмай тұрып қалған тауарға, именно тұрып қалған тауарға жасайтын техника. Егер де сіз киім сатып, үйіңізде бір 5 киім өтпей қойса, онда бұл техниканы жасауға болады. Ол үшін біздерге осындай новый түйреуіш сатып аламыз. Сатып алғаннан кейін киімнің, сатайын деп отырған таза киімнің ішіне осыны ашасыңыз да, былай қадайсыңыз. Киімнің іш жағынан қадайсыз. Егер сіздің бутигіңіз, магазиніңіз болса да, бұны жасауға болады өтпей қалған товарларға. Киімнің, сатайын деп отырған, мысалға бір көйлектің іш жағынан қадайсыңыз. Қадағаннан кейін бір рет дұғаны оқисыңыз. Бір рет оқисыз. Оққаннан кейін мынаны түйреуішті жабасыз. Осылай бір сутка тұру керек. Бір сутка тұрғаннан кейін мына түйреуішті осылай ашып, басқа киімге, тағы өтпей тұрған киімге қолдануыңызға болады. Егер де бұл басқа киіміңіз болмаса, онда мына түйреуішті любой жерге лақтырып тастауыңызға болады, бірақ үйдің мусорына жарамайды. Егер де сіз сіздер ойлайтын шығарсыз, егер мысалы компьютер, телефон сататын болсаңыз, бұл түйреуішті қадауға болмайды деп. Ол үшін онда мынау, мысалға біз мынаны спичканы, мысалға мынау біздің телефон. Телефонға келесіз да, түйреуішті осылай телефонға келесіз да, түйреуіш осылай телефонның үстіне қойып қоясыңыз. Қойғаннан кейін телефонның үстінде тұрып, осы түйреуішті осылай ашасыз. Үстінде тұрып ашасыз. Ашқаннан кейін дұғаны бір рет оқисыз да, жабасыз. Осылай телефонның үстінде бұл түйреуіш бір күн тұру керек. Бір күн тұрғаннан кейін түйреуішті алып лақтырып тастайсыз. Болды достар, осыдан кейін бір аптаның ішінде сіз өз қалаған затыңызды сата аласыз. Достар, қателеріңізге жараса лайк басып кетіңіз. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңдар. Комментарийға мен дұғаны бекітіп қоямын. Сол жерден қарауға болады достар. Сәттілік.